көк аспанда жарқыраған жұлдыздар адамдардың өмірінің сәулесіндей. Қараңғы түнді жарық қылып, өзіне тамсандырады. Құпия сыр мен тылсым күшке ие. Әр адам бір жұлдыз секілді. Адамның тағдырын бүкіл ғаламның биіктігімен өлшесе айып па екен? Қазақ халқында темірқазықты білсең, жолыңнан адаспайсың деген мәтел бар. Сол темірқазықтай бізді адамдық жолына бағыттап, өмірден адастырмайтын жол табуымызға негіз болған жан Асқар Тау әкеміз еді. Шаңырақтың алып бәйтерегі, балаларының темірқазығы Рахмаш әкеміз 1938 жылы дүниеге келді. Жақайым аға баласы 4 ағайынды азаматтың бірі. Әкесі соғысқа аттанып оралмады. Анасынан 2 жасында қалған әкемнің балалық шағы қалай өткенін өзінен естіп, көзімізді бір сығып алушы едік. Аға жеңгелерінің қамқорлығымен өсіп, бой түзеді. 11 жасынан бастап еңбек майданына араласты. Адамзатты кемелдік шыңына жетелейтін ең асыл қасиеттердің бірі сабыр болса, сол қасиеттің иесі әкем еді. Артық кем сөз айтпайтын, ешкімге ренжіп өкпе артпайтын. Асылында бұл қасиет адам баласына әуелден жаратушы тарапынан берілген жетістікке қол жеткізудің сырлы кілті болса керек. Қарапайым болса да қадірлі, өз ортасының сыйлы адамына айналды. Құмсай ауылында жедел жәрдем жүргізушісі болып қызмет етті. Жүргізуші болып еңбек етсе де, алғыс пен батаға бөленген, өз ісіне адал еңбекқор жан еді. 1984 жылы Ембі ауданының депутаты болып, ел игілігі үшін еңбек етті. Оған дәлел медальдары мен мадақтамалары. Әлі күнге дейін әкеміздің атын айтып, Рахмаштың қызы, Рахмаштың ұлы дегенде төбеміз көкке жетеді. Анамыз Жаңғақ екеуі 1964 жылы бас қосып 5 перзент сүйді. Әкем әр баласын бір төбе көретін, білімді, тәрбиелі, көпшіл болуға үйретті. Темірқазық жұлдызына қарап, жолаушылар барар бағытын тапқан болса, біз әкемізге қарап, өмір жолында өз мамандығымызды адамдықпен ұштап, бақытымызды таптық. Әрдайым әкемізге қарыздармыз. 86 жыл өмір сүріп, балаларына темірқазық болған әкеге күн сайын құрметіміз арта түспек. О бастан-ақ жаратушы өжеттілік пен өткірлікті, алдағы өмірінде кездесетін қиындыққа мойын сұнбасын деп үйіп төгіп бергендей-ақ. 2022 жылы анамыз өмірден өтті. Бүгінде сағынышқа сағыныш қосылып, ата-анаға арнап Құран бағыштаймыз. Тең келмейтін алтында еш қолдағы, өзің едің, әке, үйдің зор бағы, жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің, жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің, шың асқақ, сенсіз қалды жанымыз тым ақсап. Жанарларды жәудіретіп мәңгілік кеттің әке, жанымыздан жырақтап. Жан әкешім, қызметте бапты ерім, елге сыйлы абыройлы даңқ дедің. Кеткеніңді келмейтін боп, енді еш сені жоқтап, күңіреніп жат делің. Ардақтыларым, жандары жұлдыздай жарқыраған жақсыларым, балаларыңның бағыштаған Құраны қабыл болсын.